Бәрін айт та бірін айт демекші, осы уақытқа дейін ата-бабамыздан қалған және ата тегіміздің қайдан шыққанын бала кезімізден миымызға тоқып, 62 тамырымызға сіңдіріп өсіру бабадан балаға мұра етілген үрдіс. Осы үрдістің жалғасын табу үшін қазіргі ұрпаққа дәріптеп, текті ұрпақтың балалары екенін ұмыттырмау. Әлем халықтарының салт дәстүрімен салыстырғанда ұлттық салтымызда ерекше атап айтатын қасиетті дәстүріміздің артықшылығы баршылық. Және де соның алға бірінің бірегейі ата-бабамыздан қалыптасып, жалғасқан бүгінгі медицинаның дәлелдеуінен өткен 7 аталық ұстаным. Бұл ұстаным бізде 7 атаға толмай ағайын арасында қыз алыспайтын, қыз беріспейтіндігі. Бұл қазақи қағидалы ерекше бұлжымас жүйе. Ол бірден бір қазақ халқының таза ата тектің, текті ұрпақтың жалғасуын реттейтін дара әулетті қасиет. Ұлтымыздың ар алдында асқақ рухани құндылығын паш етіп тұрған ұлттық ерекшелік. Сондықтан да ежелден ақ қазақ халқында өзінің 7 атасын білу ата-ана үшін әулеттік, ұлағатты қалыптасқан бұлжымас дәстүр. Әрбір ата-ана баласына жастайынан 7 атасын талдап айтып, кейіндері ержете 7 атаға толмай жастардың үйленбеуін зердесіне сап сіңдіріп отыру тиіс. Арғы 7-ші атадан бері қарай тараған аталар өзіңе шейін бір атаның балалары болып саналады. Ол бірінші 7 ата, екінші түп ата, үшінші тек ата, төртінші баба, 5 арғы ата, 6 ата, 7-ші әке. Ал әкеден бастау алып баладан төмен қарай туғандар ұрпақ деп саналады. Олар бірінші әке, 2 бала, 3 немере, 4 шөбере, 5 немене, 6 шөпшек, 7-ші туажат деп аталады. Бұрында ата тегін үйрету балаға 7-9 жасынан бастап ерекше көңіл бөлінген. Өз ата-бабасын 7 атасына дейін білу әрбір қазақ азамат үшін мүдделі міндет. Мұның өзі қазақтардың этно ерекшеліктерін танытудағы ең басты ерекшелік. Осы және де қазақ 7 атасын білмеген жетесіз деп ол адамға үлкен мін таққан. Мұндай шартты бұзған әдепсіз табылса, өте қатаң жазалап отырған. Бір қаннан тарағандардың некелесуінен әлжуаз, аурушаң, ақыл есі кеміс, әдепсіз ұрпақ өмірге келеді делінген және ол дәлелденген де. Енді осы қағиданың терең тамырына көз жіберіп көрейік. 7 ата тәртібі туыстық, ағайындық, бірлікті, ынтымақты ұстана отырып, бір ауыл, бір бауыр болып өмір сүрген. Бір рудың адамдары осы күнге дейін бір жерде мекендеп келе жатыр. 7 ата ұғымында ағайын арасындағы үзілмес бірлік, бұзылмас тектік тәрбие тәлім өте зор және бұл әдемі, ұтымды тәсілдермен жасалған. Сондықтан да қазақтың әр азаматы 7 атасын жетік біліп, жетесіз деген атқа ілікпеу керек.